Жалғыз ұлым. Ауыл шетіндегі ұзын жолға қарап, күні бойы әрлі-берлі жүретін Асылбай қария өткен кеткеннен бүгін қай күн, демалыс емес пе деп жиі сұрайды. Таяғына сүйеніп тұрып, шексіз далаға қарап, о дүние-ай деп ауыр күрсінеді. Кеше ғана кімсің, Асылбаймын деп кеудесін жоғары ұстап, бір әулеттің бас көтерер азаматы Асылбай еді. Өмірдің біраз қызығы мен қиындығын да қатар көреді. Сонау бір жылдары әке-шешесімен бірге асуда асу бел асып, Қытайға да шұбырып өтіп кетпеді ме? Иә, бәрін қазір еске алып керегі не? Ең бастысы, кәрілік келгенде қаладағы жалғыз тұяғынан хабарсыз қалғанына қапаланып, бір келіп қалады ма деп жолына қарап жүргеніне көп болды. Кәрі қойдың жасындай жасым қалды. Алдымда төрімнен көрім жақын. Қу жалғыз бен немеремді көкірегіме басып тұрып, бір көрсем деп армандайды. Ей балам, әкеңнің көңіл күйін сезіп, бір келіп кетсең болар еді деп Асылбай қарттың кейде балаша сол қылдап жылайтыны да бар. Жыламай қайтсын. Сонау 60-шы жылдары Қытайдан зорға елге жеткенде бәйбішесі қайтыс болды. Оң солын танымаған ол екеуі ғана үйде сопиып қалды. Содан ағайын туыс, көрші қолаң, көрші ауылдағы жесір әйел Жәмилаға қолқа салып, шаңырағына кіргізіп берді. Өй, Жәмила пысық қой. Үй шаруасын дөңгелетіп, шаңырағы мен дәулетінің иесі болып шыға келді. Екі қыз туып берді. Сырттай қараған адамға бәрі де дұрыс сияқты, бірақ Асылбайдың аузын ашып сүйгені, көзін ашып көргені, тұңғыш ұлы санаты жырақтай берді. Өгей шеше өгейлік танытпай тұрмады. Не керек, жалғыз ұлы қалаға оқуға кетті. Сол жақта отау құрды. Бір орыс кемпірдің пәтерін жалдап жүріп, балалы болды. Бірде бар жиған тергенін алып, ұлына қаладан үй әпермек болып еді. Кемпірі мен қыздары өре түре келді. Не керек, жылдар бойы жиған ақшасы бір күннің ішінде құнсызданып кетпеді ме? Жалғыз ол анда-санда болса да ат ізін салып тұрушы еді. Бірақ іздеп келген әке шаңырағынан жылы қабақ, мейірімділік көрмеген соңғы уақыт хабарсыз қалды. Қарттық дегенде төртке бөлінеді дейді ғой. Біріншісі шал, екіншісі қария, үшіншісі ақсақал, төртіншісі абыз дейді. Асылбай ақсақал домбырасын қолына алып, ауыл аймағына қос ішектен күмбірлете күй төгіп, түрлі аңыз қисаларды, терме жырларды айтып отырған ортасын думанға бөлейтін. Қанша көңілді отырса да, көкірегіндегі жалғыз ұлға деген сағыныш жанын сыздатып, сырын адам баласына айта алмай, қалаға жете алмай, әжімді жүзін мұң басатын. Көкірегі зерек қария бүгінде ақсақал атанды. Өмірдің ащы тұщысын татып өткен өміріне шүкіршілік дейді. Алладан бұйрық келсе, бәріне дайын. Тек жалғыз ұлымды бір көрсем деген тілегі, арманы бар. Әкенің күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей, жүдеп жүрген көңілінің әсеріме, қаладағы жалғыз ұлы Айбат сенбі күні сабақтан ертерек келіп, көке, қолыңыз бос болса, ауылға атама барып қайтайық дегенде қуанып кетті. Күндіз түнгі тілегі қабыл болып, жаратқанға мың алғыс айтқан Асылбай қарт жалғыз ұлымен немересін жолға шығарып салып келіп, төсегіне қисайып жатып,
мәңгілікке көз жұмып еді. Қалаға жақындай бергенде жүрегі әлденені сезді ме? Сабырсызданған Санат жалғыз ұлы Айбатты құшағын алып, жалғыз ұлым менің, әкемнің ұрпағы, сен аман болшы деп маңдайынан сүйді. Мына 5 күндік тіршілікте әке мен баланың татулығына, ағайын туғанның сыйластығына жетер не бар дейсің? Санат көптен көрмеген әкесіне деген сағынышының басылмағанын енді сезгендей, өзегі өксік қарып, жалғыз ұлын бауырына басып, жалғыз ұлым дей берді. Желіден алынған. Канал ұнаса лайк басып тіркеле кетіңіздер.